Саламатсызбы? Біз сіздің туындыларыңызбен танысу үшін келіп отырмыз. Бір мүсінді жасауға шамамен қанша уақыт кетеді? Бір мүсін жасау бұл деген әртүрлі жұмыс талап етеді. Мысалы бір жасалып жатқанда бір зат келмей қалады, или келген жағдайда үйге барып ойланып қайтадан келсең, қайта қарасаң, сол келмей жатқан үстінесің, оны қайта бұзып, қайта жасауға тура келеді. Сондай уақыттармен кейде ұзарып кетіп жатады. 2-3 айға созылып кетіп жататын уақыттар болады. Кейде бір жақсы көңілден шығып кетеді. Жалпы мүсінші болуға қандай қасиеттер қажет? Менің ойымша бірінші суретке ыңғайлы болу керек сияқты. Себебі өзіміз мектепте сол үй ішімізбен суретке ыңғайлы едік ол кезде. Содан кейін туындаған зат шығады деп ойлаймын. Суретке ыңғайы бар адам ананы елестетіп біледі, қай жерге қалай, аяғы қалай тұрады, денесі қалай болу керек, соны жобалап есептеп алады. Рахмет. Тағы да өзіңіздің халықтың көңілінен шыққан қандай туындыларыңыз бар? Оны мысалы бір туындыны өзім кейде бір елестетіп жүріп, бір зат жасағым келіп тұрады, бір қызыл балық жасағым келіп ойланып жүрген көптен, бір жылдан бері. Сөйтіп жүрген кезде бір 10 жылдықтың Қызылөзен деген жерден бір балдар заказ беріп қалып, мен соны қуанышпен кәдімгідей ынтамен жасадым да. Сол бірақ жақсы шығып, сол жаңағы сау болсын айтқан адам көп, сол жақтан сообщение жазған адамдар көп, сондай болды. Мына деген бітпей жатқан жұмыс, кебу керек. Мына деген мраморға ұқсатып, сосын қара тастарды тасқа келтіріп, сөйтіп жасалған дүние. Журнал оқуға, журнал қоюға, балдар кітап оқуға, бәріне жаңағы уголовты классына қоятын. Сұхбатыңызға рахмет, еңбектеріңіз елене берсін. Сау болыңыз.